Саламатсыздар ма? Есімім Спанкулов Маулен, Спанкулов заңгерлік компаниясының негізін қалаушысымын. Дәл қазір мен сіздерге қалай кредитті төлемеуге болады деген сұраққа жауап беретін боламын. Достар, осы видеоны ары қарай көрмес бұрын осы YouTube каналыма және Instagram парақшама тіркеліңіздер. Заңға байланысты жаңалықтарды, өзгерістер мен толықтыруларды жіберіп алмаңыздар. Кредит төлемеудің 2-3 жолы бар. Біріншісі срок исковой давности. Срок исковой давности дегеніміз не деген сұраққа жауап берейін. Срок исковой давности банк сізден кредит ақшасын өндіру үшін берілетін уақыт мерзімі. Срок исковой давности банктердің делалары бойынша 5 жылды құрайды. Сіз кредит алғаннан кейін 5 жыл мерзім өтіп кетсе, сіз кредитті төлемейсіз. Бірақ осы срок исковой давности 2017 жылдың қараша айынан кейін алынған кредиттер бойынша жұмыс жасайды. Ол дегеніміз осы срок давности 2017 жылға дейінгі алынған кредиттер бойынша жүрмейді. Әйтпесе көп адамдар маған хабарласып, срок давности деген бар, 2006-2007 жылға Альянс банкты жабуға болады ғой деп менімен дауласады. Ол срок давности 2017 жылға дейінгі кредиттер бойынша істесе, қазіргі Қазақстандағы барлық адамдардың кредиттерін төлетпей жоқ қылып жіберетін едік. Кредитті төлемеудің бірінші жолы осы срок исковой давности. Екінші жолы кредитный каникул. Кредитный каникул дегеніміз сіздің кредиттеріңізге ешқандай проценттер, штрафтар қоспай уақытша кредиттеріңізді қатыру. Кредитный каникулды 1 немесе 3 айға дейін берілуі мүмкін. Кредитный каникул алу үшін сіздерде белгілі бір жағдайлар болуы шарт. Ол сіздің жағдайларыңыздың нашарлауы, ол дегеніміз Құдай сақтасын инвалидность пайда болса, немесе жұмыстан шығып кетсеңіз, локдаун деген сияқты қиын жағдайлардың пайда болуы. Бірақ кредитный каникул алу үшін сіздің осындай жағдайларға байланысты жағдайыңыз нашарлағанын дәлелдейтін документтер болуы керек. Өйткені ондай дәлелдер сізде болмаса, банк сізге кредитный каникул бермейді. Үшінші жолы кредитный отсрочка. Отсрочка дегеніміз кредитный каникулдың синонимі десек те болады. Кредитный отсрочка 1 айдан 6 айға дейін берілуі мүмкін, бірақ көбіне 3 айға беріледі. Кредитный отсрочканы алған кезде сіздің кредиттарыңыз тоқтайды. Кредитный историяларыңыз құртылмайды, бірақ осы отсрочка алған уақытқа сіздерге банк үстінен проценттерін қосуға құқығы бар. Кредитный отсрочканы алу кредитный каникулға қарағанда кішкене оңайырақ. Ол жерде сіз жұмыстан шықсаңыз, немесе қаржы жағдайыңыз нашарласа, банктен берілетін көмек. Бірақ банк өзі көмектеседі деп күтіп отырған дұрыс емес. Өздеріңіз осындай документтерді жинап, банкке барып грамотный заявление жазып, сол документтерді бірге өткізу керек болады. Кейін банк сізге 15 күнде хабарласып, отсрочка бере ма, жоқ па жауабын беретін болады. Кредитті төлемеудің осындай 3 жолы бар. Ал егерде кредиттен қашпаймын, төлеймін, бірақ ай сайын төлейтін сумам тым үлкен, сол үшін просрочкаға шығам десеңіз, реструктуризация деген зат бар. Реструктуризация дегеніміз сіздің қазіргі ай сайын төлеп жатқан кредитіңізді 2 есеге азайтып, бірақ мерзімін ұзартып, график қою. Оны біз тиімді график деп атаймыз. Өйткені ай сайын төлейтін сумаңыз 100 мың болса, соны 50 мың, 60 мыңға азайтып, бірақ мерзімін ұзартсақ сізге төлеуге ыңғайлы болады. Келісесіз ба? Ай сайын кредитіңізді төлей алатын болсаңыз, кредитный историяңызда құртылуын тоқтатады. Осы мақсатта реструктуризация жасаған тиімді. Егер де сіздер тиімді график орнатқыларыңыз келсе, осы видеоның астына ссылка қалдырып кетем, сол ссылкаға бассаңыздар, менімен хабарласыңыздар, ал мен сіздерге тиімді график орнатып беретін боламын. Достар, осымен видеомыз аяқталды. Біздің Instagramға, YouTube каналымызға тіркеліңіздер. Назар аударғандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.